Әйгілі Ташкенттегі Magic City'ға бару үшін қанша теңге кеткен жайлы сіздермен толық видео көрсететін боламын. Мен алғаш шекарадан ақшамызды осылай сумға ауыстырып алдық. Бір күнде кәдімгідей миллионер болып шыға келесіздер. Сол жақтағы автотұраққа көлігімізді 1000 теңгеге күндігіне тастап кеттік. Шекарада, яғни демалыс күндері адам көп болады, жұмыс күндері адам болмайды екен. Сол себепті тезірек өтіп кеттік. Өткеннен кейін міндетті түрде сол жерден тариф алып алыңыздар. Сол кезде сіздерге такси шақыру оңай болады. Сол жерде көптеген таксистерге ешқайсына көнбей, сәл арырақ жүріп, сол жақтан шақырсаңыздар, сіздерге арзан шығады. Таксилер 1000-1500 теңге көлемінде болады. Одан кейін осындай керемет гостиницаға келдік. Адам басына күніне 6000 теңгеден болды. Негізі гостиницаны алдын ала броньдап қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Осындай таксилер келіп жатыр. Бұл бизнес плюс комфортпен жүрді. Кейін әйгілі Бешқозғанға келіп, енді осы жақтың пловын, дәмін татайын дедік. Енді барлығы ашық түрде көрсетіліп жатыр. Шетелдіктердің барлығы осында кеп тамақтанады екен, бірақ пловтары, шынымызды айтсақ, бұл жақта бізге өте қатты ұнамады. Сол себепті басқа жерден барып тамақтандық. Енді бірінші күні болғаннан кейін тамағын дәмін көрдік. Одан кейін осындай электрокарлар жүреді екен. Такси бұл бизнес плюс, яғни 800 теңгемен келдік. Осылай жұлдыздар музейіне өздеріңіз қалауларынша қалаған жерлеріңізге кіре берсеңіздер болады. Және де достар, сіздерге қызық болып жатса, видеоның жалғасын күтсеңіздер, қандай сұрақтарыңыз болса да комментарияға жаза кетіңіздер. Мен сіздермен міндетті түрде барлық информациямен бөлісетін боламын. Осындай жұлдыздар музейіне кірдік. Одан кейін барып осындай ұшатын театрға кірдік. Жақтың театры, яғни Түркістан қаласына сәл өзгешелігі бар екен, бірақ өте керемет, барлық әдемі көрнекті жерлердің барлығын төбеден көріп шығатын боласыздар.